Құрмаштың жаназасына жиналған қара адыр елі Көксерек жайынан неше алуан әңгіме құрды. Көпшілік мұны қорқау қасқыр деді. Кейбіреу құтырған қасқыр емес пе екен деп күдік айтты. Бірақ құтырған деуге орын жоқ. Ондай болса бір баламен тоқтамас еді. Ауылға да шабар еді. Қойды да қолар еді. Сол жиында бұны не қылса да ізіне түсіп, соғып алуға, өлтіруге сөз байласты. Бұл әңгіменің ортасындағы Қасен еді. Ол белгілі аңшы, баяғыдан құс салып ит жүгірткен. Өзі осы маңайдың ауқатты, әлді жігіті. Қалада қызметте тұратын інісі бар. Сол арқылы биыл күзді күні бұның ауылына шетелден қасқыр алатын бір ит келген. Қазір барлық қара адырға да, маңайдағы өзге елге де даңқы шыққан Аққасқа осы Қасеннің иті. Келісімен Аққасқа бір күннің ішінде бір бөлтірік, бір үлкен қасқыр алған. Осы қазіргі уақытқа шейін 6 қасқыр алыпты. Аз күнде бір болыс елдің әңгімесі болған Аққасқаның арғы тегін тексерушілер де көп еді. Түбі еремен итінің нәсілі деп кеп арғы затын ертегіге айналдыру үшін бұл Қанжығалы қарт Бөгенбай итінің тұқымы дейтіндер де болған. Жиын Көксеректі іздеуге сөз байлаған соң жаназадан тарай сала Қасен өз ауылына келіп, 5-6 жігітпен бірге Аққасқаны ертіп алып, адырға шықты. Күн кешкі 5 кезеді. Сондықтан ертеңге қарап аял қылысқан жоқ. Және жанада қар жауған. Ең болмаса ізін көріп бетін аңғармақ. Сонан қар жауып қалмай тұрғанда ізінен бетінен Көксеректі тауып алу керек.